Балалық хобби. Менің ардақты Әли атам темір жолшы Қызыл Стахановец болды. Осы себептен Көкшетауға қалаға көшкенінде атамның мекен таңдауы темір жолға жақындығы және оның көп малдарына жайылымы мол болғанын қалаған. Солай менің дүниеге келгенімнен бастап көргенім Шанхай деп аталып кеткен қаланың өте қияңқы шет еді. Кеңес одағы заманындағы көп ұлттылықта жан-жақтағы көршілеріміздің арасында мұсылман емес украин, белорус, орыс, неміс және басқа халықтар басым болған. Әлгілердің қораларында әдеттегідей бір-екі шошқаларын ұстағандарынан әрқашан олармен қатар өмір сүрген егеу құйрық крысалар әбден қаптаған. Солай бала күнімнен осы егеу құйрықтарды өлтіруге өте құмар болып, және сол кезде тіпті соның маманына айналғандай шаршамастан әдейі зерттеп кітапханаларға барып, бұл зиянкестер туралы бар кітаптарды түгел оқып, одан сайын көбірек өлтіріп шынықтым. Сол қарғыс атқыр кеміргіштерді маңайда мүлдем құрттым десем де болар. Түбіне қарасақ, егеу құйрықтар өте ақылды қаскөйлер. Мысалы, олардың араларындағы бұлжымас қатал тәртібі, иерархиялары және табиғаттың заңдарына негізделген өмірге құштар қарым-қатынастары таң қалтырарлық. Ал әрқашан ауысып тұратын көсемдері немесе ұрғашыларының таңдау қулықтары және жаппай бәрінің телепатиялық пен сезгіштіктері туралы талай диссертация жазарлық екені рас. Білгенім мен тәжірибемді бөлісіп, өзімнің балаларыма кішкентай кездерінде басқа тақырыптармен қатар егеу құйрықтар туралы да көп пайдалы әңгіме айтатынмын. Содан болар, бір күні үйге келсем, сол кезде 5 жасар кіші қызым өзі рұқсатсыз сатып алған дәу тірі крысаны құшақтап, өзінің мойнына салып, ләззаттанып, оны сүйіп-сүйіп, еркелетіп жүргенін көргенім-ай. Енді осы тәп-тәтті Литл бізбен бірге тұрады деп қуанып жүр екен. Ал одан жылдар өткенде 12 жастағы үлкен қызымның бөлмесінің төрінде плоттермен өте сапалы баспаланған 1,5 метрлік жыртқыш көздері қып-қызыл ратус крыса тұла бойы ілініпті. Әлбетте, сол сәттерде сыпайы түрде қыздарымды ұрысқандай болдым. Өйткені егеу құйрықтар адамзатқа дұшпан екендігі мәлім. Шіркін, өмір қызық. Өткен кеткенді есіме алғанда кейде күлемін. Осы әңгімемді 2020 жылы жазған едім. Әлі айтарым мол, каналыма жазылыңыздар.